дауыс берген депутат. Оның себебі елбасымыз депутаттардың алдында баяндама жасады. Бұл баяндамада елорданы Алматыдан Астанаға көшірудің 30-дан астам артықшылықтары туралы айтылды. Бұл артықшылықтар көкейге қонды. Жоғарғы кеңес келмеске кеткеннен кейін 1995 жылы жаңа конституция жалпы халықтық референдумда қабылданып, ел парламентінің де сипаты өзгерді. Жоғарғы заң шығарушы орган екі палатадан тұратын болды: Сенат және Мәжіліс. Сол жылы сайлау өтті. Өмірзақ Озғанбай Маңғыстау өңірінен саяси додаға түсті. Жеңді. Осылайша кәсіби парламенттің тұңғыш сенатор атанды. Және жай сенатор емес, өзіне жақын білім, ғылым саласы кіретін заңдарды қарайтын комитет төрағасы болды. Бұл кісі енді менімен көп мақұлдасып келіп, қандай бір нәрсе болсын, қайта-қайта қалай етеміз, былай болатын болып, былай болып тұр деп көп ақылдасты. Және өзі былай елдің пікірін жинай білетін, елдің ойын таба білетін, сондай білгір адам болып шықты. Сондықтан мен сол жылдары өте риза болдым. Абыройы жоғары болды. Осында да, елде де бір шаң деген сөз болған емес айналасында. Ғалым десе ғалым, адам десе адам, ел ағасы десе ел ағасы. Мінекей осындай азамат болды. Сол үшін мен өте риза болдым. Бір-бірімізді өте сыйлап сөйтіп өттік. Біздің үлесіміз жаңа бағытқа бет алған қазақ елінің заңдық негізін жасауға қатыстық. Бұл үлкен еңбек деп есептеймін. Одан кейінгі негізгі заңдар әрине толықтырылды, өзгерістер енгізілді, өмір себебі бір орында тұрмайды. Елдің мүмкіндігі де жыл сайын өсіп келе жатыр. Мінекей, бірақ соның негізін қалаған, арнасын салған біздер алғашқы депутаттар, алғашқы сенаторлар едік. Осы күнде өз жұртында жүрген Өмірзақ Озғанбай істің орайына қарай Астанаға келіп тұрады. Оның Астанаға деген ықыласы ерекше. Президент Нұрсұлтан Назарбаев идея айтқанда депутат ретінде тілеулес болды. 1997 жылы парламент депутаттары Алатаудан Арқаға бет алған, ұлы көшпен бірге қазақ елінің өзі таңдаған жаңа астанасына табан тірегенде бел ортасында жүрді. Алғашқылардың бірі болып Астана тұрғыны атанды. Мына әсем ғимараттардың бірсыпырасы көз алдында бой көтерді. Бас қалада элитамен, интеллигенциямен бірге ел болашағына қатысты мәселелерді талқылады. Ең бастысы, замандастарымен бірге есілдің бойында айтылған есіл сөз далаға кеткен жоқ. Әрине бұл үлкен ұлы жұмыстардың айқын ұлы мақсаттарының басы деп есептеймін. Сондықтан тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы бұл бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 жылы. Осы жылдардың ішінде біз әлемге танылдық. Біз тәуелсіз мемлекеттер достастығының көшін бастадық. Сондықтан алда тұрған алып мақсаттарға жұмылдыратын, еліміздің бүгінгі қол жеткен табыстарын саралап, жаңа мақсаттарды айқындайтын тәуелсіздіктің жылы деп есептеймін. Сондықтан қазақ халқына, отандастарыма баянды бейбітшілік болғай. Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаевтың қолқа салуымен Ақтауға оралған ел ағасы бүгінде өңірдегі ақсақалдар алқасын басқарады. Осы аралықта Маңғыстау мақтаныштарының қатарына қосылған ел ағасы туралы жеке кітап та жазылды. Осы облыстың жұртшылық өкілдері, ішінде беделді ағаларымыз бар. Ал осы Өміркен ағамды сен де бір сырғы білесің. Неге бір кітап қылып тұшып әңгімеңді молырақ айтып, біздің сусынымызды қандырмайсың деген сұрақ болды. Сосын мен енді қызметшісімін деп есептеймін көптің. Соны қабылдадым. Ал қалай жазылды? Ол қаншалық дәрежеде сәтті шығара алдым, оның енді сарапшысы оқырман қауым. Ақтаудағы өлкетанушылардың сөзіне қарағанда, биыл 70-ке толған Өмірзақ Озғанбай болдым толдым деп отырған жоқ.
өңірдегі мәдени рухани мұралардың қайта жаңғыруына ұйытқы болып жүр. Енді Өмекеңнің жан-жақты ғалым адам екендігі, оның Маңғыстаудың өткенімен бүгіні туралы көптеген қалам тербеп еңбектер жазып жүргені белгілі. Осыған орай ол осы Маңғыстау энциклопедиясының жарыққа шығуына, Маңғыстаудың ішінде белгілі тұлғалардың сол энциклопедия ішіне кіріп, кейінгі ұрпақтарына бір өнеге есебіне қалуына көптеген еңбек сіңірген адам. Осы жақында бүкіл біздің қазақ атын, Қазақстан атын шығарған үлкен марафонда адай жылқысы келді. Адай жылқысы тіпті осы басқа бір біліңкіремейтін жұрт бұны тұқымы жоғалып кеттіге қызыл кітапқа енгіземіз деп жүрген. Жоғалған жоқ. Мысалы Сәбит Әбішев сияқты бұрынғы зоотехник, өмірі малды өскен жеті атасынан бірі осы Маңғыстаудың мал бегілері. Солар соны көздің қарашығындай сақтап келіп жетті. Ол кісі зейнеткер, 70-тен кеткен кісі алдағашан. Әбіш Кекілбаев ағадан 1 жас үлкен, екеуі бірге оққан. Ал енді сол қазір осы сіздермен сұхбаттасып тұрғандардың алдында ғана мен 1 сағат бұрын ол кісімен сөйлестім. Ол қазір өзінің денсаулығы нашарлығына қарамастан адай жылқысы туралы арнаулы үлкен бір еңбек зерттеу жазып жатыр. Енді мен зерттеуде отырмын, негізінде оның жанры тарихи танымдық еңбек. Ал осы іске де қозғаушы болып отырған мысалы Өмекеңдер. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға, Өмекең сенаторлықтан кейін Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің проректоры қызметін атқарды. Қазірде профессор Ақтаудағы жоғарғы оқу орындарында дәріс береді. Өмірзақ Озғанбайдың лекциясын тыңдау ол студенттердің бағы, ол университеттердің байлығы. Өйткені бұл қазыналы ардагердің берері көп, жастардың алары көп. Өмірзақтың өзі білгір десең білгір, айтқыш десең айтқыш, көсем десең көсем, шешен десең шешен жігіт. Енді осы халықтың жолында, өмірінде, барлығында түгелден сарп етіп келе жатқан азамат. Енді тек қана бір басының қамы емес, ойлағаны халықтың қамы, соңына ерген шәкірттері көп, жан-жағында жеделдестері жеткілікті. Құдай тек жақсы ғұмыр берсін деп тілейміз. 70-іне шаршамай шалдықпай жеткен, қайратында жеткен азамат әлі де қоғамға беретіні өте көп. Сол беретін үлкен жұмыстарына Құдай сәт берсін, ісіне береке берсін деп тілейміз. Қасиетті жерде елдің бір үлкен ағасы болып, абыройлы болып отырған мына Өмірзақ сияқты азаматтар өте керек-ақ. Қай жерде той болса, қай жерде қазалы жиын болса, солар келіп сөз айтпағанда қандай адам сөз айтады? Халыққа сөз айтатын адамның өзі кіршіксіз таза болу керек. Өзі кір, ойлағаны жаманшылық, істеген тіршілігі жаманшылық, былғаныш тіршілік болып елге ақыл айтса, ол ешкімге дарымайды, ол қайта бүлдіреді елдің ішін. Ақын Темірхан Медетбек жырлағандай кең, биік, терең тұлға Өмірзақ Озғанбай бүгінде үлкен әулеттің алып бәйтерегі. Сан мыңдаған шәкірт баулыған ұлағатты ұстаз 4 баланың ардақты әкесі. Соның ішінде тек жалғыз қызы ғана әке жолын қуып, ұстаздықты таңдаған. Өмеғаң бір сөзінде үлкенді кішілі басшылық қызметтерде жүрген ортаншы ұлым мен кенже ұлымның жетістігіне қуанам. Ал тұңғышымның жұмысына құрметпен қараймын деп еді. Үлкен ұлы Құралбай Озғанбай Маңғыстаудағы мәдени тарихи мұраларды қайта қалпына келтіру жұмыстарына бас көз болып жүрген азамат. Осындай үлкен кісінің баласы болу бізге үлкен сын. Ол кісінің біз тәрбиесін көрген кішкентай кезімізден осы елді сүйге, осы жерді сүйге, тарихты сүйге, өлкені сүйге тәрбиелеп өсірген әкеміз талай қастан тастамай осы қайда шықса да, дала кезсе де, қонаққа барса да қасына ертіп, осыны үйрен, осы керек ертең өмірде деп бізді көп нәрсе үйреткен әкеміз.
Маңғыстауда қазақтың жер ұйығы, тасқа басылған тарих, баба аманаты. Осындай мол қазынадан нәр алып өскен Өмекең енді сол қасиетті немерелерінің бойына дарытып, туған жерінің, шыққан тегінің тегін емес екенін дәріптеуді өзіне борыш санайды. Аңыз әңгімелердің біресі жаңағы біз көріп келген тайлы биенің ізі. Онан кейін Масат бабаның жаны ұшырып жүгірген кездегі аяғының қалған табы іздері түсіп қалған мына тастың бетінде. Мына қасиетті жерде осы Масат ата сияқты талай ұлы бабалар өзінің қасиетті жерін қорғап, жауыздыққа, сатқындыққа, түрлі адам бойында кездесетін жаман қылықтардың барлығына өзінің кісілігін, әулиелігін, азаматтығын қарсы қоя білген ірі тұлғалар болған. Өмірзақ Озғанбай еліміздің білім кеңістігін кеңейте түсу үшін құрылық шарлап, мұхит асқан саятшы. Білімін ауылы аралас жатқан, ғылым тұңғиығына сүңгіп, тарих қойнауынан қонды дүниелер тапқан ғалым. Қазақстанның кәсіби парламенті қалыптаса бастағанда, басы қасында жүрген қайраткер. Бүгінде бүкіл елге мәдени рухани азық болатын, бір өлкедегі жәдігерлерге жанашыр, көпті көрген тау тұлға, осы күнге жеткізген бір Аллаға, сосын бір адамға дән риза. Анама бүкіл өмір бойы қарыздармын. Ол кісі қаншама қиындық көре жүрсе де, сол мені қатарынан қалдырмай оқытты. Мектепте оқыдым, одан кейін жоғарғы оқу орнында оқыдым. Сөйтіп, сол еңбекке араластым. Қайраткерлігі жағынан болсын, ғалымдығы, ұстаздығы жағынан болсын Өмекеңнің өмірді үлгі тұтатын адамы, Каспийдің арғы бетіндегі Атырауда туып, Алталашқа қызмет еткен академик Салық Зиманов. Заңғар тұлғаның толқыны жағаға қатты қарқымен соқты. Өмір ағаңның да толқыны әлсіз болмаған сияқты. Желмен жарысып тағы бір толқын келе жатыр. 70 жасқа толған қайраткер, қарт Каспийдің жағасында сол толқынның қарқынын бақылап тұр.